Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді, тез, оңай, імім-деміз қосып жасалынатын печенье дайындаймын. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысқа ерітілген сары май саламыз. Оның үстіне қант, жұмыртқа және шым-шым тұз салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сары майдың осындай толық ерітілгенін пайдаланған жақсы, себебі печеньелер өте жұмсақ болады. Одан кейін ұнды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және 1 ас қасық какаоны осылай електен өткізіп қосамыз. Барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Одан кейін сұйық массаға құрғақ заттарымыздың барлығын бірден саламыз. Егер сізге шоколадты печенье болғанын қаласаңыз, онда 2 немесе 3 ас қасық какао қоссаңыз болады. Енді қасықпен араластырамыз. Қоюлана бастаған соң қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді аз-аз бөліктерден осылай дөңгелек жасап, шариктер жасап аламыз. Мен 15 данасын жасадым. Әр данасы 30 граммнан өлшеп алдым. Енді осылай үстін стақанның көмегімен кішкене бассаңыз болады, немесе қолымызбен бассақ болады. Одан кейін ММДМСімізді алып, осылай үстіне өз қалауыңыз бойынша қойып аламыз. Мен әр печеньеге 3 танадан қойдым. 4 танадан қойсаңыз да болады. Барлығына осылай видеодағыдай қойып аламыз. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Әсіресе балалар сүйіп жейді. Осылай сүтпен бірге берсеңіз, өте жақсы үйлеседі. Егер сізге видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздермен болған Ұлмекен. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.